ретте бір емші атаға бардым деп айтып едім ғой сіздерге. Соны барлығы менен сұрап жатыр. Мен ол кісінің адресін айта алмаймын. Если, может быть, ол бір Аллаға серік қосу шығар, может, ол бір не шығар, қалай айтсам екен, біреудің күнәлығын, короче, біреуге жас андай неткім келмейді, өздеріңіз тауып алмасаңыздар, честно. Қалай айтсам екен, ол кісі маған біраз нәрселер айтты былайынша. Типа менің, в общем, жолың жабық деді ғой маған былай айтқанда, бір сөзбен айтқанда. Көп нәрсеге мен көп нәрсе сұрадым. И сосын қатты переживать еттім, депрессияға түстім, түс көрдім, ужасно, жүрегім ауыратын түс көрдім, сонымен жыладым, короче. И сонымен я подумала, лучше бір Аллаға сен жүре берейінші, құрсын, өйтіп, анаған бір, наған бір сене бермейші дедім. Өзімнің ойымды солай тазаламасам, потому что мен қатты депрессияға кіріп кеттім сол үшін. Сол. Просто андай болады ғой, бір, что ты хочешь узнать, не знаешь, как это деген сияқты, бір, енді Алладан сұрау керек. Мамаға келдік. Анам бар менің, неме? Арқасыр, анам бар менің. Қойшайын. Жудым ғой. Жуып сен духовка. Ой, парым, ой. Мынау неткен қуырдақ өзі. Кім жасады екен өзі? Мен самай қойшайын. Ордыма кіргізбедім. Прическа. Салон, да, Софи? Вам нравится? Мастеріңіз ұнап тұр ма өзіңізге? Мастеріңіз былай жақсы істеп жатыр ма? Қолыңыздан шығып жатыр ма? Қойыңызшы, Сафина ханым. Ондай осыны киіп алшы мама. Көңіліме. Мен тек пока отырма, боян. Что самое то что-то? Мама күшті? Құрбым, не oldu? Мен жігітіммен айырылысып кеттім. Не істеді ол тағы да? Измена. Измена? Мен білгем сол сволочь бар ғой. Сколько волка не корми, все равно лес смотрит дейді ғой атам қазақ. Білгем бар ғой, еркектердің білгенін істейді бар ғой. Осы еркектерге қанша тамақ жасасаң да, үйде отырып күшті қатын болсаң да, измена деп тұрады. Жоқ, мен измена жасаған. Ну и чё? Мысалға саған вот гүл бере ма? Бермейді. Саған внимание бере ма? Бермейді. Конечно, сен қызсың, красоткасың. Сен де мысалға басқа жігіттерге қарайсың. И чё? Өзінен көрсін албасты. Қайырлы кеш қыздар. Сіздермен өзімнің соңғы жаңалықтармен бөлісейін деп шештім. Я решила пока вообще не обращать внимания на беременность и тому подобное. Құдай әлі бермей жатса, зачем маған гнаться за тем, что у меня пока нету. Менің қолымда тұрған нәрсе емес. Емімді алып жүрмін, барлығын істеп жатырмын, бірақ болмай жатса, мен решила не зацикливаться на это. Лучше буду өзімнің жұмысымды, блогымды ары қаратай қолға алып, а то вообще соңғы кездері из-за этого депрессия болып кеттім, кәдімгідей у меня не получается, почему у всех получается деп. И сөйтіп решила просто лечиться и забить на это. Болса болды, болмаса, значит, әлі уақыт емес деген сияқты. Сондықтан бұйырса өзім продажаға қайтадан ораламын деп шештім. Бұйырса сіздер қолдайды деген үміттемін. Өте керемет продукциялар шығарамын бұйырса. Сол. Сосын маған тумас қатын, сен Жүзбайға тисең де тумайсың дейтін адамдарға айтарым. Карму никто не отменял. Сіздер тусаңыздар да, ертең балаларыңыз бар, немерелеріңіз бар, өздеріңіздің туғандарыңыз бар деген сияқты. Так что сөз деген өте қатты нәрсе. Негізі әрбір сөзімізді сараптап сөйлейік. Сол, ал тумайтын қатын деп жатқандарға кім тумайтынын көре жатармыз. Бұйырса. Тупцайып батыр деп. Біздің тек үйіміз бөлек. Әйтпесе бірге бәріміз біргеміз. Әуетте де бірге, кешке де бірге. 3-4 сағат ұйықтап тұрады жанымыз. Кеше түнде неше ұйықтадық, 4 ұйықтадық ба? Өзіміз банк болып ұйықтай алмай. Ұйқыларың қанды ма әйтеуір? Сол, бізге асып болсын. Әбетке кел. Әбет па, кеш па өз? Бестің чай. Әбет ұйқымен өтті, короче. Завтраға елдік десе? Ят болар дейсіз. Бұндайда өмір сүріп тұру керек қой енді. Неправильно.
Ойынды бастаймыз. Кім жеп Кім бітіреді көп, деп па? кім көп жейді? Мен жейтін сияқтымын. Мен 2 қабат болсам да жүгірсін жаман. Қазір қаяқта айналып келеміз? Хиндайға дейін бардық. Иә, да. Сулифа. Сулифа. Мен қотқан, Отқан адам жейді ғой, Қасқа, мен қотқан, сен жүгіресің ғой, мен қойып кеттім ғой. Жүгіру деген күшті екен деп ойлап қалдым ғой, ема. Сулифа. Сулифа. Ай, шыш. Жүгіріп келе бер тағы. Сулифа. 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 Вкусно. Жан қалдырса бірдеңе. Ой, орып атсың. Сулифа. Бар жүгір, салам алейкум. Ağzına kalı torba. Sol. Ема сен екеу жедің, мен екеу жедім. Ема сол кішкім келіп тұр. Можно екен, слушай. Оказакен, слушай, просто. Шүйіп қалған сол. Самай ма, демеге тұр. Бол, стоп. Сулифа. 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 Блин!